көшіп жатырмыз ғой латынға. Көшеміз деп отырмыз. Міне осыны үлкен қиындық тудырып отыр қазір. Осы мәселе. Басында мен де осыны жақтағам. Жан тәніммен. Бірақ қазір қара. Орыс мектептері, кириллиц мектептері осы күнгі әліпбиді қалатын болса, орыс жазуында. Қазақ қана көшетін болса, ондай болмайды ғой, бір мемлекеттің үй ішінен иті көп. Онда не болады? Онда әліпби болмайды. Онда мемлекеттің де не қадір қасиет қалады. Ал мына орыс тілді біздің қазақтар балаларын соңған апарып анда беріп жатыр. Көрдің бе? Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында жақсы бір бетбұрыс болып еді. Елдің бәрі мемлекет тілі, қазақ тілі болады дегенде орыстардың өзі беріп жатқан. Бізге мемлекеттік тілге кесел жасап отырған басқа ұлттар емес, тура өзіміздің қазақтар. Енді былтыр бардығы бәрін жаппай балаларын орыс мектептеріне берді қазір. Қазақ мектебіне баратын биылғы балаларын азайды. Осының кеселінен. Сондықтан көшетін болсақ, тұтас көшейік. Көшпесек, қазақша айтқанда артымызға қарап, осы неде қалайық. Әліптің артын бағай. Бұл тәуелсіздігімізге қатер төндіру мүмкін. Ертең ел арасы мынау быт-шытпы екі жақта рың-жырың айғай-шу бәле шығып кетуі мүмкін. Осының бәрін басында кеңінен ойлану керек еді ғой. Орыстардың да қоғындап отырған сол бір жағы қазір. Сондықтан мемлекеттік тілді алтымен қазақ сөйлеу керек. Ал егер мемлекеттік тілді білмесең, сен мемлекеттік қызмет отырмайсың деш, бәрі жөнделеді. Енді қалай 30 жыл дәл жылжыған жоқ. Мынау жоғарыдағы отырған жерлерге, мемлекеттің тағдыры шешілетін жерлерге ұлт жанды азаматтарды, екі тілде бірдей сөйлейтін азаматтарды, қажет болса үш тілде бірдей сөйлейтін, бірақ соның үшін мемлекет тілді білмейтін адамдарды мүлде жіберуге болмайды. Сондай талап қою керек. Былық-сылық еткізбеуіміз керек біз мыналардың барлығын. Қазір мемлекет тілді білмейтін жігіттер мемлекет басқарып отыр. Ол сенің мемлекетіңнің, ұлтыңның болашағынан, ұлтыңның тағдырынан, кешегісінен, бүгіншісінен хабарсыз. Ол тек қана шаруашылықты жақсы білсе болды. Өзінің сіңгені білет, а сенің ұлтыңнан. Мемлекет кім үшін керек? Ұлт үшін керек қой. Ұлттың тағдыры үшін керек. Олар кімге жұмыс жасап отырғанын білмейді. Тек айту, ақша ұрлау, өсу, мәнсап, шетелден сарай салу болды олардың басығы. Бізге ондай емес. Бізге ұлтым деп ойлайтын, кешегі Ахмет Байтұрсынов сияқты азаматтар, Әлихан Бөкейхан сияқты азаматтар Құдайға шүкір жетеді. Кешегі Ақселеу сияқты азаматтар. Сол Ақселеулерді кеше мәдениет министрі қою керек еді. Сейдімбековті. Осында Қуат Есімханов деген азамат жүр. Мына облыстық орынбасары болды, анау болды, мынау болды. Бұрынғы мына Павлодарда Ақсу ауданының несі болған, Май ауданының әкімі болған. Сол Совет үкіметінің тұсында Ермактың ескерткішін алдырып тастады. Міне осындай күрескер жігіттер жетеді ғой бізде. Бізде қазір шырма шату, ананың туысы, мынаның туысы. Олай жасауға болмайды. Міне айтып отырмын ғой, міне Бауыржан Байбек сияқты міне. Карин деген жігіттер отыр қаншама міне. Біздің міне ең жас жігіт міне. Біздің Алтай міне. Бағана атап өткен жігіттер, Иманғалидан бастап. Міне осындай жігіттер билік басында болу керек. Бұны әкелу керек. Енді жастар, сондай жастарды іздеуіміз керек. Біз тек орысша білетін, ағылшынша білетін жастарды ғана қоймыз. Алдыменен бірінші кезекте мемлекеттік тілді білетін адамдар жастарды көтермей, мемлекет тілдің көсегесі көгермейді. Біз мемлекет болып жарытпаймыз шыны керек.